Құрметті оқырман қауым, оқушылар, ұстаздар, студент қауым, және де бізге келіп жатқан жалпы аталарды, әжелерді біз осы кітапханаға түсіп жатқан биылғы 21 жылғы мерзімді басылымдармен таныстырғымыз келіп тұр. Соның ішінде ең бірінші мінекей біздің балақайларға, балаларға арналған журналдармен таныстырсақ, мысалы бала бек журналы, жеке-жеке тоқталмай-ақ қояйын, мөлдір бұлақ журналы, және балдырған келіп жүрген журналдар, және биылғы жылдары осы бұрынғыдан жеке жазып жатқан, жаңадан келіп түсіп жатқан журналдар, мысалы мына жыл 12 ай керемет журнал, мына ішінде ұстаздарға да, оқушыларға да, студент қауымға да арналған, ішінде әртүрлі өлеңдер бар, әңгімелер бар, шағын мақал мәтелдер барлығы бар. Және міне балалар әлеміне жекеше тоқталғым келіп тұр. Балалар әлемінде керемет екен, ішінде әртүрлі балаларға арналған, студенттерге арналған әртүрлі әңгімелер, жаңағындай викториналар, сканвордтар барлығы бар. Өте керемет журнал. Сондықтан осы журналдардың бәрін көріп қарауларыңызды өтініп сұраймыз. Және соның ішінде тағы бір журналдарға тоқтала кетсем, Қазақстан әйелдері, денсаулық журналы, шапағат нұр, мәдениет және пайдалы кеңес, бұл журналдардың барлығы бізде бұрыннан келе жатыр. Ал енді жаңадан келіп түсіп жатқандарға тоқталсақ, қызық психология, игілік журналы, керемет журнал екен. Әйел қауымына, қыздарға арналған және отбасына арналған арнайы журнал мінекей. Сонымен қатар мінекей үкілімай журналы, бұнда жеке тоқталып айтқым келіп тұр, әйелдер қауымына арналған. Бұнда да әйелдерге арналған әртүрлі кеңестер, отбасының бала тәрбиесі, отбасындағы жағдайлар туралы өте керемет әңгімелер жазылған. Сонымен қатар дәстүр журналы, бұнда негізінен біздің салт дәстүр, этнографиялық әртүрлі шаралар барлығы осы журналда берілген. Және сонымен қатар жеке тоқталсақ, мысалы бізге көбінесе мұғалімдер, ұстаздар келіп жатады, балабақшадағы тәрбиешілер келіп жатады, сол кісілерге арналған бала мен балабақша журналы, керемет журнал мінекей. Оның ішінде дайын сценарийлер, тәрбие сағаттары барлығы бар. Және міне бала тәрбиесі, айтып тұр, бұнда да бала тәрбиесіне арналған әртүрлі. Негізінен бала тәрбиесіне арналған журнал, бұнда алып оқу керек, бұнда да көптеген мәселелер қозғалады. Бала тәрбиесі, мысалы баланың мектептегі тәрбиесі, отбасындағы тәрбиесі туралы жеке-жеке айтылады. Және міне мына жерде көрсетіп тұр, мектептегі мерекелер және арнайы жасалған сценарийлер, тәрбие сағаты, бұл да айтып тұр, ұстаздарға арналған, бұнда әртүрлі мерекелерге арналған тәрбие сағаттары, сценарийлер дайын екен. Және мұнда тағы да мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. Осылардың барлығы балабақшадағы тәрбиешілерге, мектептегі ұстаздарға арналған дайын керемет журналдар. Енді газеттерге тоқталып өтетін болсақ, газеттер бірінші біз жергілікті басылымдарға тоқтала кетейік. Жергілікті басылымдардан бізде Рудненский рабочий газеті және Магнитит. Біздің осы Рудный қаласына шығатын газеттер. Ал облыстық басылымға тоқталсақ, мысалы, Наш Костанай, Костанайские новости, Костанай Агро және біздің ана тілімізде шығатын Костанай таң газеті. Күнбегін біздің арнайы оқырмандарға арналған күнбегінгі жаңалықтар, әртүрлі мерекелік іс-шаралар барлығы осы газеттерде берілген. Және де біздің республикалық басылымнан шығатын Қала мен дала, Қазақ үні, Қазақ әдебиеті және бізде жылда жазылатын, өздеріңіз білесіздер, Егемен Қазақстан, Қазправда, бұл міндетті түрде жазыламыз. Және Заң газеті, Ана тілі газеті. Бұл газеттердің барлығы біздің кітапханамызда бар. Сондықтан біздің барлық оқырмандарды, оқушыларды, ұстаздарды, студент қауымды барлықтарыңызды біздің кітапханаға келіп, осы басылымдармен жеке-жеке танысып көрулеріңізді шақырамыз. Келіңіздер, кітапханамыздың есігі қашанда ашық. Келіңіздер, оқыңыздар. Сіздерді қонаққа шақырамыз.